Көкшетауда алғашқы отандық электрондық оқулықтардың қосымшасы таныстырылды. Топ IQ деп аталатын жүйеге бірден 11-ші сыныптың 65 оқулығы цифрлы форматқа ауыстырылып жүктелген. Жүйеге тіркелген қолданушы үшін кез келген жерде, кез келген уақытта оқулықтар қолжетімді. Электрондық оқулықтардың ерекшелігі бұл баспа оқулықтардың мазмұнына толық сәйкес жасалған, сонымен қатар мемлекеттік білім стандартына және пәннің оқу бағдарламасына сәйкес. Электрондық оқулықтардың мазмұны бұл интерактивті тапсырмалармен, сонымен қатар мультимедиалық түрлі өнімдермен толықтырылған, яғни бала ақпаратты түрлі сезім мүшелері арқылы көру, есту, тыңдау, қабылдау, түйсіну арқылы ақпаратты жақсы қабылдап түсінуге арналған. Баспагерлердің айтуынша электронды кітап онлайн және офлайн оқу форматтарына да ыңғайлы. Түрлі себеппен жол жүрген жағдайда да қалың кітаптар қалаудың қажеттілігі жойылады. Пандемия уақытында аталмыш цифрлы оқулықтарды оқушылар тегін қолданыпты. Ал бүгінгі күні елдегі 109 мектептің 130 мыңнан астам оқушысы ақылы негізде пайдаланып отыр. Егер бір жазылым болса, онда платформада қанша оқулық бар, сол бір жазылым арқылы барлық оқулыққа қол жетуді көп балалы отбасылар үшін бұл өте тиімді деп айта аламыз, және балаларға оқытуда, үй тапсырмасын орындатуда ата-аналарға өте керемет көмекші құрал. Айта кетейік, ақылы жүйеге 9 айға тіркелу 9900 теңге. Мектеп жасындағы бірнеше баласы бар отбасылар үшін ортақ бір аккаунт алуға болады екен. Айсәуле Сезбек, Павел Соловьев, Берік Банап, Көкше ақпарат.